Сәлем, менің есімім Нұрбақыт, менің каналыма қош келіпсіз. Ал кеттік бастаймыз. Алдымен тізерлеп осылай отырып, бір деміңізге бағынып алыңыз. Содан кейін тізеге түрегеп тұрып, алдымен оң қолыңызды сол қолдың астына қарай өткізіп, осы бүркіт қалпын жасаймыз. Иегіңіз төмен ұстап, тыныс алыңыз. Енді басыңыз бен осы ирелеңденген қолыңызды жоғары қарай бағыттап, осы жерде тағы бір дем алыңыз. Төмен қалыпқа ораламыз. Екі қолымызды артқа қарай жазып, ал енді сол қолды оң қолдың төменіне қарай орналастырып, иекті төмен қарай кеудеңізге қарай бағыттаңыз. Демалып болғаннан кейін тура бағанағыдай жасап аспанға қарай қараймыз. Тыныс алуды ұмытпайсыз ба? Қолдарымызды жазамыз. Ал енді қолымызды жерге қарай бағыттап, мысық және сиыр қалпын жасаймыз. Ол үшін басты жоғары қарай көтеріп, ішіңізді төмен қарай орналастырсаңыз, сіз мысықты жасайсыз. Ал керісінше басты төмен қарай қойып, иығыңызды, арқаңызды осылай тау іспеттес қылып бүксеңіз, сиыр шығады. Ал енді оң қолды жоғары қарай көтеріп, иығыңызды және құлағыңызды жерге қарай бағыттайсыз да, артқы қолыңызды арқаңызға қарай қоясыз. Осында терең-терең тыныс алыңыз. Ал енді сол қолды жерге қоямыз да, тура соны қайталаймыз. Сол қолымызды оң қолдың ортасына қарай бағыттап, сол құлағымызды, сол иығымызды жерге қарай қоямыз да, оң қолды арқаға қарай қоямыз. Осында тағы да терең тыныс алыңыз. Енді түрегеліп тұрамыз. Тұмсығы төмен қараған ит қалыпы. Бүкіл денеңізді жазып алыңыз. Енді төмен қарай бағыттап, кобра қалпын жасаймыз. Арқаңыздың бұлшықеттері ашылатын сезініңіз. Оңға солға бұрылып қойыңыз. Енді оң аяқты оң қолдың жанына қойып, осылай бүксеңізді ашсаңыз болады. Бүкіл балтыр бұлшықеттеріңіз және де сан бұлшықеттеріңіздің жиырылып жатқанын сезініңіз. Тізеңіз сәл көтеріп қойсаңыз болады сол аяғыңыздағы. Кішкене тербелсеңіз де жақсы. Қайтадан тұмсығы төмен қараған ит қалыпы. Келесі аяққа ауысамыз. Сол аяқ сол қолдың жанына тұрады да, санымызды бүкіл бүкшесеміздегі бұлшықеттерді ашуға тырысамыз. Оң аяқтағы тізені көтеруге тырысамыз. Тербеліп қоямыз. Ал енді тұмсығы төмен қараған итке ораламыз. Тізені жерге қойып, қолдарыңызды, иықтарыңызды алға қарай беттеп созылыңыз. Деміңізбен барлық нәрселерді шығарып тастаңыз. Қайтадан тұмсығы төмен қараған иттен қолымызды аяққа қарай бағыттаймыз да, арқа бұлшықеттерімізді төмен қарай бағыттап осылай бір шайқалып қойсаңыз болады. Тізеңізді бүксеңіз болады, ол маңызды емес. Одан кейін қолыңызды артқа қарай бағыттап, алақандарыңыздың екеуін бірге қосып, осылай құлып жасап, тағы да бір рет қол бұлшықеттеріңіз созуға тырысыңыз. Қайтадан өрмелейміз жерге қарай. Тізерлеп жерге отырып алыңыз. Енді кактус қалпын жасаймыз.
жауырындарыңызды осылай екі қолдың көмегімен ашып, одан кейін сиыр қалпына ораламыз. Кактус қалпы ашамыз, жабамыз, сиыр қалпы. Тағы да бірнеше рет осылай қайталаңыз. Тынысыңызды реттеп қойыңыз. Ал енді қайтадан тұмсығы төмен қараған ит қалпы. Өзіңізге рахмет айтуды ұмытпаңыз. Ал енді жерге қарай өзіңізге ыңғайлы орынға жайғасып отырып алыңыз да, бұған дейін өзіңізді қалай сезінгеніңізді, ал қазір осы йога жаттығуынан кейін өзіңізді қалай сезініп тұрғаныңызды сезініңіз. Намасте. Менімен бірге жаттығу жасағаныңызға рахмет.